Қайырлы күн кәсіпкер. Мына видео Bipro Game ойыны жайлы болмақ. Bipro Game ойынында кәсіпті жүйелеп масштабировать етудің құпия формуласы жүктелген. Яғни осы ойынды ойнау арқылы сіз сол формуланы меңгересіз. Жалпы кез келген кәсіпкер өзінің кәсібін жаңадан бастаған кезде бастауыш кәсіпкер болады. Бастауыш кәсіпкер ол өзінің өнімін қалыптастырып, сол өнімін клиенттерге сатып, клиенттерден төлемді қабылдап, өнімді клиенттерге өзі жеткізіп, поставщиктермен жұмыс жасайды. Осы этапта кәсіпкер өзінің 80% қуатын жұмсайды. Енді кәсіпкердің өнімі үлкен көлемде сатылып бастаған кезде кәсіпкердің қасына команда қосылады. Және де кәсіпкер өзінің командасымен бірге ортақ мүдде үшін өзінің өнімдерін клиенттерге сатып бастайды. Осы кезде кәсіпкер бастауыш кәсіпкерден әуесқой кәсіпкерге айналады. Әуесқой кәсіпкердің алдында екі таңдау бар. Ол ары қарай әуесқой кәсіпкер болып жүре бере алады, немесе кәсіби кәсіпкерге ауысуға мақсат қойып, дұрыс әрекеттер жасай алады. Әуесқой кәсіпкер ол өз кәсібімен тек ақша табу үшін айналысады, және де тапқан ақшасының бәрін жаратады. Ал кәсіби кәсіпкер ол тапқан ақшасының барлығын өзінің кәсібіне, өзінің өнімдеріне, өзінің командасына салып, кәсіпті қалай дұрыс жүйелеп, масштабировать ету керектігін, кәсіпті жүйелейтін әртүрлі құралдарды меңгеруге жұмсайды. Бұл мысалға боксердің мысалын келтірсек болады. Кез келген әуесқой боксер ол бокспен өз үшін айналысады. 5 жылдан кейін ол мен кезінде бокспен айналысқам деп айтуы мүмкін. Ал кәсіби боксер ол бокспен әлемге шығу үшін, олимпиадаға шығу үшін айналысады. Ол боксқа спорт ретінде қарамайды, ол боксқа ғылым ретінде қарайды. Ол өзінің әрбір соққысын, әрбір бокстағы құралдарды жетік терең меңгереді. Басқа боксерларға қарағанда ол залда 2-3 есе көп жаттығу жасайды. Міне кәсіби кәсіпкер әуесқой кәсіпкерден осысымен ерекшеленеді. Bipro Game ойынын ойнау арқылы кез келген кәсіпкер өз кәсібін жүйелеп, масштабировать ету құпиясын үйренеді. Және де өзінің кәсібінде осы ойындағы құралдарды бейсаналы тұрғыда қолданып бастайды. Мынау Bipro Game ойынының негізгі мақсаты кәсіпкерлерге кәсіпті жүйелеп, масштабировать ету жолдарын үйрету. Және де осы құралдарды үйрету арқылы кәсіпкерлерді ғарыштағы кәсіпкерлердің қатарына қосу. Ғарыштағы кәсіпкерлер дегеніміз өзінің кәсібін жүйелеп, ай сайын тұрақты түрде табыс тауып, енді ары қарай өз кәсібін масштабтау деңгейіне өткен кәсіпкерлер. Егер де сіз осы ойынды кемінде 30 рет ойнайтын болсаңыз, осы ойынның ішіндегі құралдарды өзіңіздің санаңызға енгізіп, бейсаналы түрде өз кәсібіңізде сол құралдарды қолданып бастайсыз. Және де осы құралдардың, осы ойынның ішіндегі құралдардың көрінісін өз кәсібіңізде көретін боласыз.